Біз 9-шы А сыныбы өзін өзі тану пәні бойынша мейірімділік менің жүрегімде атты челленджді түсірдік және осы челленджді бастаймыз. Мейірімділік менің жүрегімде челленджі барлығыңызға жақсылықтың себебін көрсетіп, жақсылықты жасауға себеп болады деген сенімдеміз. Мейірімділік адамдар арасындағы адамдардың бір-біріне деген ізгі ниеттік көрінісі. Мейірімділік адамгершілік, қарапайымдылық, жанашырлық, жауапкершілік сияқты қасиеттерден орын табады. Адамдар арасында мейірімділік тек ақ жүректен ғана шығады. Және жер бетіндегі адами қасиеттердің барлығы мейірімділікке жатады. Сондықтан да сіздерге келесі видеоны ұсынамыз. Өмір жайлы 7 ақиқат. Ешкімді сөгіп жазғырма. Өмірде сөйлей алмайтын адамдар да бар. Тамақтың дәміне шағым айтпа. Шерге ас таппай отырған кісілер бар. Жан-жарыңа жөнсіз кейіме. Кеше біреу жұбайынан айырылған болуы мүмкін. Үйім тар деп көңілің түспесін. Біреудің басында баспана да жоқ. Ұл қыздарыңнан шаршадым деме. Бала сүйе алмайтын адамдар бар. Жұмысым ауыр деп жабырқама. Кейбір адамдарда ол да жоқ. Өз өміріңді қарғап түңілме. Айықпас дертке шалдығып, төсекке таңылған жандар аз емес. Өмір ол сый, оны өкпе-ренішпен өткізбе. Қолда барда барыңды бағалай біл. Жанашырлық ол бір адамның қиындыққа тап болғандағы оған туыстарының, жақындарының, тіпті өзге адамдардың қамқорлығы, сыйластығы. Сонымен қатар адам бір қиындыққа тап болғанда, дертке шалдыққанда немесе шығынға ұшыраған кезде оған басқа адамдардың қамқорлығы, шын көңілдері өте маңызды болып келеді. Сондай сәтте адамдарға көмектескен ол үлкен парыз ретінде есептеледі. Тіпті оның діні, ұлты басқа болса да, қол ұшын созу үлкен үлгі ретінде танылады. Енді жанашырлық туралы шағын видеороликті ұсынамыз. Ал біз достар енді Таразға да келіп қалдық. Қазір Тараздың реакциясын көретін боламыз. Здравствуйте. У вас есть работа? Просто мне надо на еду. Нет? Я просто не кушал. Хотя пару часов поработаю. Где? Мы сами вот сидим сейчас, вот, честно говоря, без работы. Блин, один день не кушал. Сутки. Я это понимаю. Ну, чем тебя угостить? Не хочешь по лепешке есть? Будешь? Лепешка? Да. По лепешке. Давайте. Будешь? Да. Просто работа такой нет. There's a war inside my head, and I'm drowning in regret. Спасибо. Спасибо Спасибо большое вам. Дай Бог вам здоровья. My body's missing pieces. Она еще горячая? Да? Свежая? Я бы просто так не предлагал. Ну, спасибо. My body's missing pieces. Мейірімділік менің жүрегімде деген сөздің түбін, мағынасын түсініп, біздің видеомызды соңына дейін назар аударып тамашалағандарыңызға рахмет. Жан-жақтарыңызға шуақ шашып, әрқашан күліп жүріңіздер және жақсылық жасауды ұмытпаңыздар. Енді біз бұл челленджді 10-шы А сыныбына жолдаймыз.